Көптен бері сұрап жүрген бір сұрақ бар. Қандай жаттығулар тағы да жасауға болады? Аяқ ауырғанда, мысалы, тізе ауырады, балтыр ауырады, санымыз ауырады. Сонда қалай не істеуге болатын? Сол менің шығарған жаттығуларым кейде бір көмектеспей жатады. Сондықтан тағы да бір жаттығу бар. Ол йогадан алынған випарита карани деп аталады. Ол өте керек жаттығу, және ол тек қана мына аяғы ауырғанда емес, жалпы мына денсаулыққа өте керек. Адам қолын, аяғын неғұрлым көбірек көтереді, соғұрлым ол қан айналымға өте жақсы әсерін береді. Және мысалы қолды бүйтіп көтергенде мына бүкіл іш құрылыстарымыз бәрі ол да көтеріледі. Өйткені мына жердің гравитация заңы бойынша бүкіл үстіміздің бәрі жерге тартылып жүреді күні бойына. Сондықтан мына екі қолды көтеру арқылы біз кішкене оны жоғарыға көтеріп орнына қоямыз. Және де мына қол көтеріп дұрыс ақпай тұрған қанның бәрі түседі жеңілдеп. Оны бірақ ұзағырақ істеу керек, және мүмкіндік болса былай сілкуге де болады. Оны жатып та істеуге болады. Тұрып та, отырып та, кез келген уақытта оны істей беруге болады. Сол сияқты мына аяқты да көтерген өте көп сұрақтарды шешеді. Ешқандай дәрі-дәрмексіз, ештемесіз. Оны қазір қалай істейтінін көрсетемін. Оның алдында айтып кетейін. Біздің аяғымызда қан айналым дұрыс жүрмейді. Себебі біз тік жүргендіктен қан төмен суын түседі, жоғары дұрыс көтерілмейді. Содан өнемейі қанның жартысы осында аяқта жүреді секілдеп. Сондықтан содан қан айналымда дұрыс жүрмейді, және көп өзгерістер болады жаман жағына қарай. Сондықтан күнде мүмкіндігінше кешке істеп тұрған жақсы жұмыстан келгесін, шаруаң бәрі біткесін, келіп кешке аяқты көтеріп жатқан өте жақсы әсер береді. Ол варикозға да, целлюлитке де қарсы жақсы, іш құрылысқа да жақсы, бауыр, бүйректің бәрінің жұмыс істеуіне жақсы көмегін береді. Және аяқтың әрнеше түрлі ауруларына да қарсы өте жақсы әсерін береді. Бір айта кететіні, тамақтан кейін болмайды, тамақ ішкеннен кейін. Себебі мына бауырға көп салмақ түседі. Сондықтан 1-2 сағат өту керек кем дегенде. Және екіншісі, біртіндеп 20 минутқа дейін жеткізген жақсы болады. Сонда ол әсерді бірден 20 минутқа жеткізу қиын болады шығар, әрине, бірақ біртіндеп күнде істей берсе жетуге болады. Және қанша істеймін деген сұраққа тағы бірден жауап бере кетейін. Қанша істеймін дейтіні жоқ, күнде істей беріңіз. Оның шегі жоқ. Күнде тамақ ішетін сияқты, күнде ұйықтайтын сияқты, бұл да сондай күнделікті нәрсе істейтін. Енді орындауына көшейік. Орындау үшін біріншіден жарға келесіз. Мына қырымен келесіз. Құйрықпен тарталып жарға түгелімен. Бұлай құйрықпен тақаласында, сосын жатып аяқты көтереміз. Сонда осылай жатып, құйрық жерде жату керек қой. Бұлай бейді көтеріп тұрған ол керек емес. Нағыз бұлай жерге жатпайтын болса, мына жерге бір орамал бір нәрсе төсеп қойыңыз. Мына жерге белге. Мүмкіндік болса, құйрық жерде жатқан жақсы. Және тізені басында мүмкін бұлай болатын шығар, бәрінікі бірдей бүгіле қоймас, бірақ біртіндеп онда жайында бүгіле болады. Және аяқтың ұшын өзіңе қарай тартуға тырыс, астын созу керек. Тізенің астындағы сіңірді созу керек. Ол әбден бізде қатып қалған. Сондықтан оны созуға мүмкіншілік жасау керек барлық жағдайда. Осылай өсіп созып мына жатамыз. Оған қосымша қолды да көтеруге болады. Осылай немесе бұлай көтергіңіз келсе, ол да жақсы қосымша күш береді. Көтергіңіз келмесе, бұлай жата беріңіз. Осылай 20 минутқа дейін жеткізуге тырысу керек. 20 минуттан кейін түсуге болады жайменде. Бірақ бір ескертетін тағы бар. Бірден ыршып тұрып кетуге болмайды. Өйткені басқа қан секіреді, содан әсері болады. Бас айналады, және жүрек айну мүмкін деген сияқты. Әркімнің организм әртүрлі, сондықтан ондай барып керек жоқ. Бірінші жаймен сол күйі түсесің, жанына жатып, сосын біртіндеп
кішкене бүйтіп отыра тұрып, сосын басып көтеріп, содан кейін барып өзі тұрып кетесіз. Және тағы бір қосымша бір жаттығуды айтып кетейін. Оны да күнде істеуге болады. Оның да шарттары сондай, тамақтан кейін болмайды. 1-2 сағатсыз. Және оны енді 20 минут істей алмайсың, бірақ 1 минут, 2 минут кем дегенде. Мүмкіндік болса жаймендеп көтере беру керек. Ол да шамасы сондай. Жерде уже динамикалық қозғалыс. Міне 2 аяқ, 2 қолды көтеріп, осылай. Сосын сілкілейміз. Былай бүйтіп былай бұлғау емес, сілкілеу былай. Осылай барынша созып 1 минут, 2 минут, 3 минутқа дейін жеткізуге болады. Сонда бұл өте жақсы, мына қан айналымға өте жақсы әсерін береді. Және біздің ойымызша, мысалы, жүрек қана қандай дейді, басқа ештеме жоқ сияқты. Шындығында бүкіл тұла бойымызда қанды жүргізіп отыратын сондай нелер бар, сондай бір органдар. Орган емес, енді сондай бір клапандар бар. Қан бұлай жүректен кеткенде артериалдық қан қысымы. Ол төменге қарай айдайды қанды бұлай. Әрбір 10-15 сантиметр сайын сондай клапандар бар, қанды бүйтіп айдап отырады. Және венозный артерия қан айналымы ол кейін қарай айдайды. 10 сантиметр сайын кейін қарай айдап отырады. Солар дұрыс жұмыс жасамайды, біздер тік жүргендіктен. Енді соны біз мұндағы аяқта, қолда тұрып қалған қанды айналдыру үшін, тазарту үшін сол қолды көтеріп сілкілейміз. Соның әсерінен ол көп нәрсе өзгереді. Біздің денсаулығымызда, біздің күнделікті жағдайымызда соның бәрі жақсы әсерін береді, егер күнделікті істеп отырса, сондай шартпен. Оны бір жақсы болып кетінде қойып кетпегенде жақсы, мүмкіндігінше күнделікті істеп тұрған дұрыс болады. Ол кәдімгі банағы айтқандай күнде тамақ ішетін сияқты, күнде ұйықтайтын сияқты, күнде жуынатын сияқты сондай нәрсе болып керек.